Көрнекті жазушымыз Дихан Әбілевтің Сұлтанмахмұт романында мамыттарды көгендеу оқиғасы сөз болады. Бұл оқиға мәшһүрдің көз алдында өткен. Әрине, әдеби шығармаға қойылатын талап автордың діттеген көзқарасы болатындығы белгілі. Ал ел аузында сақталған шындық осы бір оқиға жайлы былайша сыр шертеді. Мамыттардың қолға түскендерін Қотандағы қозы көгеніне күштеп әкеліп мойын сұндырады. Ал мұның өзі рулы елдің бетіне басылған таңба екендігі кімге де болса белгілі. Сонан соң оларды бос тұрған киіз үйге апарып қамаса керек. Міне осындай қарбалас шақта Смағұл деген адам, мәшһүрдің замандасы, өздерін көгенге мойын сұндырып жүрген жігіттермен арпалысып, сытылып шығып, Мәшекеңнің киіз үйіне келіп паналамақ болады. Мәшекең үйде кітап оқып отырса керек. Смағұлдың соңынан қуып келген үш жігіттің екпіні тау құлатардай еді. Олар есік алдында ат үстінде шірене тұрып, Мәшекеңе сәлем берместен, «Әй мәшһүр, ана Смағұлды бері шығар» деп тепсінеді. Жігіттердің үлкенді үлкен, кішіні кіші демей, тым өңмеңдеп, ат үстінде астам сөйлегендеріне назаланған мәшһүр. Бұрынғылар бұтаға келіп паналаған Торғай екеш, Торғайды аман қалады деуші еді. Мына Смағұл маған паналап, аман қаламын деп келді емес пе? Ал мен сендерге сол бұта құрлы болмағаным ба деп мәшһүр Смағұлға. Смағұл бар, мен оларды аттым деп сұқ саусағын ұртына салып, ана шөуіне қарата пу-пу деп 3 рет мегзейді де қысқаша бір дұға қайырады. Алланың әмірімен олардың біреуі көп замай, ауырмай сырқамай дүние салады. Енді біреуі ел кезіп, қаңғып кетеді. Ал үшіншісі Әбжанның құдышы деген жас азамат көп замай ек көзінен басыр болып, күнді күнге түнді түнге ұрып жатып қалады. Құдыштың шешесі Бәті апайдың көзі тіреді. Ол өте адуынды, бірақ елге сыйлы, тіпті Мәшекеңе де сөзін өткізе алатын адам екен. Гәптің неден болған бірден сезіп баласын мәшһүрдің алдына алып келген ол. Мына ақымақ бөлеңді өзің аттың. Енді не істесең де өз қолыңмен істе деп қолқа салып отырып алыпты. Мәшһүр бұған қатты қиналса керек. Басқаның дұғасын қайтаруға болар, ал өз дұғаңды қайтаратын сәтін түсірер түсірмесін бір Құдай біледі дей келіп. Әбжанның әруағы үшін момын адам еді деп тынбай 3 күн 3 түн дұға оқыған екен дейді. Сол құдыш 90-ды алқымдап барып қайтыс болыпты. Балалы шағалы еді. Ұрпақтары бар. Өткені жайлы былай дейді. Жастық желік қой. Мәшкірге соқтығып нем бар еді. Смағұлдың үйіне бет алған көрген жерде ат басын іркуім керек еді ғой деп, өмірінің соңына дейін аузынан тастамай айтып отырушы еді.